Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар? Бүгін біз Жамбыл облысының Мерке ауданына келіп отырмыз. Бұл жерде Аби шаруа қожалығы орналасқан. Бұл шаруашылық Қазақстан бойынша жаңа жоңышқаның тұқымымен айналысады. Соған байланысты Қазақстанда өндірілген ой күшімен жасалған біздің промышленный микробиологияның фитобацтерин, ризовит АКС препараттарын қолданады. Сол жайлы аға бір-екі ауыз сөз айтып жіберсеңіз. Мына өздеріңіз көріп отқан мына жоңышқа поля Семиреченский 2020 жылы егілген. Мына институт микробиологиямен тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Неше жыл болды істеп жатқанымызға. Осыдан бір 5-6 жылдан алғашқы рет істеген. Сол кезде содан бастап тығыз жұмыс істеп жатырмыз. Сол кезде өзінің результатын көрсеткен оң жағынан көңілімізден шыққан. Өйткені біз бірінші жылы еккен кезде редко бар ғой, арен дегенде бірінші гос шауып болатынбыз. Фитобацтерин мен ризовит пайдаланғалы бері екі гос, жауын шашын болса екі гос аламыз, айсенде жоқ дегенде бір гос аламыз. Бір гостың өзі қиын болатын ол кезде. Мынау былтыр егілді 2020-да. Мынаны егер алдында фитобацтеринмен обработка жасады. Егер алдында? Егер алдында 12 сағат бұрын. Ол фитобацтериннің қызметі микротрещинаны жасайды. За счет микротрещин дәннің бәрі дружно оянады. Ол мына жоңышқа дақылының мысалы лабораторияға берген кезде мысалы 90% сходу істесе, соның ішінде 15%-тен 40%-ке дейін твердый. Ол твердый дегенде өнетін дән, но бірақ олар агрономический тілмен айтқан кезде ұйқыға кетеді, покой деп қояды. Олар келесі жыл оянады, бірақ келесі жылға дейін олар тірі қалмауы мүмкін. Өйткені құмырсқа тасып кетеді, шіріп кетеді. Ол лаборатория 15% көрсетсе, табиғатқа түскен кезде, өйткені лабораторияда бүткіл условия бар. Ол жерде определенный влага, определенный температура. Табиғатқа түскен кезде ауа райы не ғой? Ойнап тұрады ғой. Сол кезде бұл 15% емес, екесе 30%, 30-40 дегеніміз бар бақа, 80-90% ұйқыға кетеді, оянбайды. Соны мына фитобацтериннің қызметі микротрещин жасап 98-99% оятады. Сол кезде шірімейді. Ризовит деген бар, ол азотофиксирующий бактерия дейді. Север алдында бір 2 сағат, 3 сағат бұрын араластырамыз. Ол тамырына күш қуат береді. Мынау мен былтырғы егілген полямыз. Мен бүгінгі күнді айтайын. Бүгін мысалы бар болса 4 май ма 2021 жылы мен тізеден кеп тұр. Масса бәрі жақсы. Мына жерден біз где-то бір 20 килограммнан сепкенбіз осы алқапқа. Қаншадан гектар жерге? Мына жерде 85 гектар. 85 гектар жерге. Ал енді аға, жаңа ақса айтып тұрсыз ғой, біздің промышленный микробиология жұмыс істегелі біраз жыл болды. Сол жұмыс бізбен таныспай тұрып, біздің препарат қолданбай тұрып, қандай сіздің өнімдерің жаңа тұқымның жаңа сапасы, шығымдылығы жағынан қазір қалай болып жатыр? Осы жағын айтайын бар ма? Негізінде 50 гектарлап егіп, тұқымның өзіне миллиондап ақша салып, күйген жылдарда болды. Мысалы бар ма, сол жыл ұйқыға кетті ма, үлкен процент. Мына негізінде мен ғалымдардан сұрайым, биыл бар ғой 15% көрсетеді, кейбір жылдар 30-40%. Солар айтады, біз негізінде табиғатқа қарсы жұмыс істеп жатырмыз. Продолжительность рода деген болады. Мысалы, сыхимия бедствие деген болады. Сол кезде ұйқыға кеткендер оянады екен жаңасы. Енді сол кезде ұйқыға кетті ма, шіріп кетті ма, 30% шықты. Бірақ естуім бар, кейін шығып кетеді. 2 жыл тиіспедім, шықпады. Соны қайтан айдап, қайтан пересеп жасадым. Мына енді өзім тұқыммен айналсам, для себя бір селекция жасайын. Итальянский жоңышқаларды ектім, джейант ектім. Айналып келген кезде біздің Семиреченскийге жетпейді екен. Солардың берген өнімін береді. Олардан риск көп та, оларға насыщенный суармалы жер керек. Мынау мысал бар ғой. Вот сіздікі мына жер. Біздің жерде арық жоқ, су ішпейді. Сусыз осы жерден 2 гос аламыз.
суармалы емес, получается суармалы емес. Мына суармалы емес. Вот соның өзінде қандай шығып жатыр? Иә, сол енді тұқым жағына келсек, бұның қанша дегенмен тұқымға да әсерін беріп жатыр, жақсы ұрық жайғанғасы. Тұқым дән алу жағыншы. Ал енді бұл осы тұқымдан апыры сіз айтты, суармайтын жерде, бұны алып сіздің жаңа тұқымыңыз осы жерде өсіп тұрған суармалы жерге ексе қалай болады? Мына енді багараның да бір артықшылығы, багарада арам шөптер шықпайды. Өйткені барана қурай, мұрай, басқа шөптерді жоңышқа шығармайды. Соның багарада ұрық таза болады. Чем суармалы жерден көрші. И ұрығы кішкене ірі болады. Артықшылығы. И багараныкі егерде суармалы жерге барып егілсе, ол сразу неғылады. Суармалы жерді багараға егсе, ода тармазенге болады. Ойдағыдай шықпайды да жаңа. Шөл дала судың басына барса рахаттанады. Дұрыс. Ал енді жаңа аға бұдан да басқа қандай егімнен егесіз? Мен енді бидай ектім, осы институт микробиологияның фосфобацтеринді пайдаландым. Бірақ енді алла бұйыртса көктемде күзде нәтижесін көреміз, уборкада ше. Енді қазір алдын ала ешнәрсе айта алмаймын. Одан басқа аға жаңағы сіз біздің Қазақстан бойынша басқа да егін шаруашылығымен айналысатын шаруалар бар. Солар көбінесе біздің препаратты қолданған кезде жаңағы обработка жасайды. Фитобацтеринді 12 сағат бұрын, ризовитті егералды 2 сағат бұрын жаңағы араластыру, жаңағы қаптан шығарып салып, оны обработка қайтадан қапқа салу жағы соны қиын көреді. Оған тағы да бір дополнительный рабочий адам керек депші. Бірақ сол жағы қазір сіз қолданып жатсыз. Бағасы жағынан қалай сізге тиімді ме? Мен мына шетелдіктен келіп жатқан дәндерді көріп жатырмын, жоңышқаның ұрығынша. Мен енді оларға былайша айтқанда қарсы жұмыс істеп жатқан жоқпын. Олардың дәндерінің сыртында оболочка бар. Ол оболочка дәл осы қызметті атқарады, мына фитобацтерин мен ризовиттіңші. Бірақ біздіңкінің артықшылығы, бізде кішкене еңбек жасайсың. Олардың полуфабрикат болып тұрды, дайын болып келеді, жалқау адамға. Оның бір кемшілігі біздің артықшылығын айтайын. Оның кемшілігі сыртындағы оболочкасы болған соң, оболочкадан пока жерден дым сыз өткенше 2-3 күн уақыт өтіп кетеді жаңа. Біздіңке жөткейді, бұл прямо по адресу барады жаңа. Тиет, бөгет, и бұл мен мына поле 3,5 суткада барып сход берді. Тағы да бір айтарымша, мысалы бар оқа жаңа шетелдік қаптан бар оға 25 килограмм болып келеді. Ең төменгі бағасы мысалы 2600-3 мың теңгеге дейін олардың 1 килограммысы. 25 килограммның ішінде жоқ дегенде 10 килограммы сыртындағы препараттың салмағы. Таза дән ол жерде 15 килограмм былайша айтқанда. Олар айтады 25 килограмм септік дейді, на самом деле олар 25 килограмм сүйіп отқан жоқ, 15 килограмм. Өзінің құрамының өзі. Сонда сыртындағы барға құрамының өзі 25 мың теңгеге айналып отыр шаруағашы. Ол мысалы 1 гектар, 2 гектар болса ешнәрсе емес. Мысалы 10 гектар, 20 гектар, 10 гектарынан 250 мың теңге барға шығын болып отыр. Мынаған где-то 1000 теңге барға расход болады, сонда көп нәрсе эконом болады. Бұл енді отандық, мына жоңышқада семерийский отандық, препаратында отандық. Енді отандықты қолдап отырмыз. Сондықтан мына шаруаларға айтарым, мына отандыққа көшу керек. Мына карантин кезінде жеткізу бәрі қиын болып жатыр. Мына доллардың курсы жоғары болып жатыр. Бұның бәрі шаруаның қалтасынан ұрады. Мына сондықтан отандық препараттарыңыздар бұл артық болмаса кем емес, мен нәтижесі осы. Айдар аға, енді сіз біздің промышленный микробиологияның препараттарымен қашаннан бері таныссыз, қалай таптыңыз, әлде біреу айтты ма, бір жерден көрдіңіз ба, естідіңіз ба, сол жайлы айтып өтсеңіз? Осыдан бір 5-6 жыл бұрын, 7-8 жыл бұрын о кезде хабар деген болды, қазір агробизнес деп аталып кетті ғой. Ол кезде мына интернет деген онша дамымаған. Сол передачаны өзім жақсы көретін, үзбей көреміз, уақытында біліп ағамыз деген дейді. Қай күн екен. Сода мына Қызылорда облысында осы препаратты пайдаланып келеді. Өйткені Қызылорданың табиғаты
қысы суық, жазы ыстық. Желі бар. Жел бар. Сол жерде өзім сияқты бір шаруа қожалықтың несі азамат айтты, жаңа бір укол салатын жерден 2 укол салдық, 2 укол салатын жерден 3 укол салдық деп. Содан қызығушылық болды, ар жақтан іздестірем, ешкім білмеген. Соны осы ауданда бір семинар болды, жан-жақтан препарат сататындар. Сол кезде Ғани Қылышбаева деген кісі біздің келіп, компанияның сол кісі арқылы сіздерге шығып, мен бүгінгі күнге дейін қолданып отырмын. Айдар аға, рахмет, назарыңызды бөліп, бізге сол уақытыңызды бөліп, жаңа осының бәрін түсіндіріп жатқаныңызға.